Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Аты жөніңіз кім болады? Аты-жөнім Гүлмұхан Құрмастай. Сұрағымыз ОСИ құруға байланысты болған. ОСИ құру үшін және председатель немесе кеңесші болуға самұрықтың үйді жалға алушыларының құқығы бар ма? Егер құқығы жоқ болатын болса, ол қандай құжатқа негізделген? Саламатсыздар. Сіздің сұрағыңыз бойынша, заң бойынша сізге дауыс беруге ондай мүмкіндіктер қарастырылмаған. Ондай құқық тек қана өзіңде үйдің иесінде бар. Біздің ауданда парковка жоқ. Бұл енді бір рет көтерілген мәселе емес. 3 жылдан бері көтеріліп келе жатқан мәселе. Үйдің арасында жол тар, сол жерлерде жаңағындай пешеходный дейді ғой, сондай знактар қойылмаған. Балалар бірнеше рет балаларды қағып кетті. Бұл вопрос білмеймін, қалай шешілетінін, соны шешу көмектесе аласыз. На одном моем рабочем визите в город Алмата, значит, обязательно мне маршрут сделайте, я посмотрю. Предварительно мне скиньте в Google карте план местности. Потом отработайте с районным управлением архитектуры, значит, кадастровые номера. Зонирование сделайте, где частные земли, где земли кондоминиума. Потом мы определим месте. Парковочные места в законном порядке. Понятно? Я вот как протокольно вам поручаю это заняться. Так, тағы Күнімхан ханым, сізде қандай мәселе? Менде осы бүгінгі күнге осы маңызды болып тұрған осы 2 сұрақ болған. Біріншісін жаңа айтып кеттік, екіншісі осы парковкаға қатысты. Жақсы. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сәлеметсіз. Тыңдап тұрмын сізді. Бар. Алдымен сізге осы атқарып жатқан жұмыстарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Енді соңғы кездері атқарып жатқан ауқымды жұмыстарыңыз көрініп келеді. Сондықтан алғысымды білдіремін алдымен. Рахмет. Сізге жұмыңызға ары қарай сәттілік тілеймін. Рахмет. Енді ары қарай қозғайтын мәселем 32А шағын ауданы бойынша сіз енді өзіңіз келіп кеттіңіз, бәрін көріп танысқан болатынсыз. Өкінішке орай мен ол жиынға қатыса алмаймын. Қандай реструктуризация дейсіз? Қанша жылға, қай уақытқа, қандай көлемде ай сайын төлеуге мүмкіншілігін ол банкте қарастырылады. Мен сізге бірден жауап беремін. Бірақ қазір мына естіп отыр, Диар Азбергеновке тапсырма берем. Ол сізбен тікелей хабарласып, сіздің жағдайыңызбен жеке қарастырады. Келістік па? Естідің ба? Түсінікті. Жақсы, хабарласып. Онда басқа сұрағыңыз болмаса, амандықта болыңыздар. Дендеріңізге сау тілеймін. Жақсы, сау болыңыз. Дина ханым, тыңдаймыз сізді. Мен Ақтау қаласының тұрғынымын. Жарысқа қатысқам. Екеуіне жиі отырмын, бірақ ауылмен. Осы мәселелердің бәрін анықтау үшін тиісті құзырлы тұлғаларды бұл комиссияға қосамыз. Соның ішіндегі құқық қорғау саласынан өзіміздің орталықтан адамдарды жіберіп, бұл мәселені зерттеу керек. Шешім қабылдаймын, оған күмәнданбаңыз, жарай ма? Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз, жақсы.